Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі әдемі болып шығатын рогаликтердің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті ингредиенттер: 550 грамм ұн, 250 мл жылы сүт, 7 грамм дрожь, 2 столовый ложка секер, 1 штук жұмыртқа, 90 грамм сары май, 1 шай қасық тұз және де вареный сгущенка керек. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып алып, үстіне дрожь саламыз және де 2 ас қасық секер салатын боламыз. Содан соң үстіне жұмыртқамызды араластырып салатын боламыз. Содан соң жақсылап араластырып алып, үстіне ерітілген сары майды құямыз. Содан соң үстіне 1 шай қасық тұз салатын боламыз. Келесі кезекте ұнымызды сүзгіден өткізе отырып, жақсылап илеп аламыз. Міне бізде қолға жабыспайтындай өте жұмсақ қамырымыз дайын болды. Келесі кезекте ыдысымызға майымызды жағып, 1 сағат көлемінде демалуға ісіруге қалдыратын боламыз. Міне біздің қамырымыз өте жақсы болып ісініп шықты. Енді біз оны қамырымызды жайып алып, рогаликтер жасайтын боламыз. Өте жіп-жұқа қылудың қажеті жоқ. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз.
Осы дайын болған рогаликтерімізді 180 градусқа беті қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің рогаликтеріміз де дайын болды. Дәл осы рецептімен жасап көруге бәріңізге де кеңес беремін.